мына әзірде ортада қалған екі ойыншы бет маңдай келгенде ғана ойынды баштап келесі. Ерсұлтан көтеріп отыр. Тақымға базуаты кетіп баратқан Ерсұлтан. Енді Бексұлтандың тоқтауының Мына ойында ұшын айтты, шынша Германның келгенін айтты. Қандай бір келемет ойынды тартып отыр. Әлемде ынтымақ командасы егер жеңуші болса бар дейді. Егер ұшыл ойында жеңуші болса бар, Талас облысындағы ағайыны автосалонынан ар бір ойыншыға жана жетекші федерацияға бірден телефон дейді, 15 телефон дейді. Ағайыны автосалоны. Кені, мына көріп отасыңар, ынтымақ командасының бірінші салымына деп Талас 87-лені дағы $500 қойып. Азыр енді көреміз. Азыр мына екі командаға айты берсек мына жерде. Қалай көпке бір оқып қойыншы ақырын ұшындайды. Тыншып тұрған ұшынларда. Бексұлтан азыр күресі Өмірбек тақымға базуға мүмкіншілік болауы жоқ. Бексұлтан ене жол білек мықты көккөрішілеріміздің бірі. Өмірбек менен біргелікте талашқа түшкен Теке. Өмірбек тақымға басқан екен. Азыр тақымнан жылу әрекеті көріп атқан Достық командасының ойыншылары. Мына екі ойыншысы екі жағынан шығып тосқолды жаратып атып. Азыр ене ғана бошалған Өмірбек бошалынды. Ел классикаға айланған бұл әме титандардың тиреші деп атап қоямыз. Азыр әме көрдіңіздер, бірі-біріне соның үшініп, азыр Достық командасы көштіріп отыр. Әлеме ынтымақ командасы Шауылдың игілікті жиынтық қалмай жатқандығын көріп отырмыз. Көрдіңіздер, азыр алдыда уақыт бар. Кемесі мықты болады, кемесі азыр айлатап, салым салауы жеп болмаса Достық командасы тақымдан жұлып қарсы шабуылға шығауы азыр еманың барлық уақыт көрсетіп күте тұрады. Мына ортада қалысы